Жахалип әлемге қазақты танытып жатыр деп айта аламыз. Айта алмаймыз. Ол әлемге өзін танытып жатыр. Біз тек ол Қазақстаннан шыққан деп қана мақтана аламыз. Қазақ өнеріне еңбек сіңіріп жатқан адам кеше Лондонда концерт берген қазақтың домбырасымен, одан кейін Брюссельде концерт берген Ерлан Ырысқали. Міне қазақ ұлтын дүние жүзіне таныстырып жатқан адам. Қазақты дүние жүзіне таныстырып жатқан адам ол Қанат Ислам. Себебі оның аты, лақап аты да қазақ деп шығады, шыққан сайын. Қазақтың шапан дүниежүзілік бренд рекламаға айналдырған ол Геннадий Головкин. Олардың қатарына Димаш Құдайбергеновті қоса алмаймыз. Димаш Құдайбергеновті қай жағдайда қосамыз біз? Егер Димаш бір концертін шығып, микрофон жерге тастайса, менің ұлтымды осы мемлекет қорлап жатқанда, мен бұл жерде ән айтпаймын деген ерлік жасайтын болса, біз сол кезде Димашқа ескерткіш қойсақ та.